Сәлеметсіңдер ме оқушылар, қайырлы күн. Күндей жарқырап, айдай арайлап, жұлдыздай жайнап, судай таза көңілмен бүгінгі сабағымызды бастайық. Сабақтың тақырыбы зат есім. Оқу мақсаты тірек сөздерді қатыстыра отырып берілген тақырып бойынша әңгіме құрау, мәтін мазмұнын анықтауға бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру. Сабақтың мақсаты заттың атын білдіретін сөздерді анықтай отырып, оларға сұрақтар қоя білу. Оқушылар, алдымен суреттерге назар аударыңдаршы, не көріп тұрсыңдар? Оларға қандай сұрақтар қойылады? Бірінші суретте не бейнеленген? Аққу бейнеленген. Не? Аққу. Екінші суретте нелер бейнеленген? Гүлдер. Нелер? Гүлдер. Үшінші суретте кім бейнеленген? Ғарышкер. Кім? Ғарышкер. Төртінші суретте кімдер бейнеленген? Оқушылар. Кімдер? Оқушылар. Жаңа ақпарат. Ендеше оқушылар, заттың атын білдіретін сөздерді зат есімдер деп атайды екенбіз. Зат есімдерге кім, кімдер, не, нелер деген сұрақтар қойылады. Мысалы, кім? Адам. Не? Көгершін. Кімдер? Жазушылар. Нелер? Құлындар. Оқушылар, ендеше оқулығымыздың 42-ші бетіндегі 6-шы жаттығуға назар аударыңдар. Мәтіннің тақырыбына қарап, алдымен оның мазмұнын болжап көріңдер. Ендеше мәтінді тыңдаңдар. Ат қою. Нартай мен атасы көрші жігіттің үйіне келді. Оларды құрметтеп, төрге шығарды. Осыдан кейін үй иесі сәбиді алып келді. Сәбиге ат қою үлкен міндет деп Нартайдың атасы сәбиді ептеп қолына алды. Оның құлағына «Сенің атың Ержан» деп 3 рет айқайлады. Сонан соң үй иесіне қарай бұрылып, енді Ержанды өз қолыңа алып, апарып бесігіне жатқыз деді. Басқа қонақтар Ержанның өмірі ұзақ болсын деп тілектерін айтып жатты. Оқушылар, мәтін бойынша сұрақтар дайындап, оларға жауап беріңдер. Мәтіннен кім, не сұрақтарына жауап беретін сөздерді табыңдар. Мысалға, кім? Нартай. Кім? Ержан. Не? Ат. 7-ші жаттығу. Өлеңді көшіріп жаз. Қозым дейді мен апам, қозым дейді мен атам. Сөздеріне күлемін, қоз емеспін білемін. Өлеңнен зат есімдерді тап. Өлеңде бала неге күлді деп ойлайсың? Қалай ойлайсыңдар? Неліктен ата-аналарың сендерді ботам, құлыным, құлыншағым деп атайды? Өз ойларыңмен бөлісіңдер. 8-ші жаттығу. Оңнан солға қарай оқыса да, солдан оңға қарай оқыса да өзгермейтін сөздерді табыңдар. Бас әрпі қыдан басталып, соңы қ әрпінен аяқталатын 5 әріптен тұратын сөздерді табыңдар. Өз нұсқаларыңды мұғалімнің нұсқасымен салыстырыңдар. Шығармашылық тапсырма. Ойлан тап. Көп нүктенің орнына зат есімдерді қойып, сөйлемдерді көшіріп жазыңдар. Зат есімдерді сұрақ қою арқылы табамыз. Соқты. Не соқты? Жел соқты. Жарқырады. Не жарқырады? Найзағай жарқырады. Ары қарай көп нүктенің орнына зат есімдерді сұрақ қою арқылы тауып жазып көріңдер. Оқушылар, бас бармақ әдісі арқылы кері байланыс жасаңдар. Үй тапсырмасы. Оқулығымыздың 44-ші бетіндегі 9-шы жаттығу. Көп нүктенің орнына керекті сөздерді қойып, өлеңді көшіріп жазамыз. Оқушылар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңдар.